Сәлем, менің атым Пайпер. Сендер джунглидегі қорқынышты оқиғаларды көресіңдер ме? Яғни фильмдерді. Ол жерде герой әр қиындыққа тап барып, содан шығады. Және де бұл история менің де басымнан өткен. Мен де үнемі еститінмін. Мәселе, біздің ата-анамыз саяхатшылар. Олар әр жерге бізді алып барып жүреді. Сіңілім екеумізді үнемі ертіп жүреді. Және де бір күні біз спуск на байдарках по морю деген жерге, Русия деген жерге бардық демалуға. Ол жер өте күшті болды. Бірақ менің сіңілім Лили, ол үнемі демон сияқты жүретін. Ол жылайтын, бақыратын, күндіз-түні менің жыныма тиетін. Ал ата-анам бұны байқамайтын. Бір күні таң атқанда біз тамақ ішіп болған соң, яғни әкем маған үнемі ашуланып жүретін. Себебі мен дұрыс ештеңе істей алмайтын. Соған ол үнемі ызаланатын. Мысалға бір-екі секундқа кешігіп қалсам, ол мені үнемі ұрсатын. Бір күні ол мені қайықты дұрыс жүзе ала ма, соны тексерейін деп көрді. Әкем менімен отырды. Бірақ Лили мен анам отырған қайық тасқа соғылды. Лили мен анам айқайлап бақырып қорқып кетті. Мен болсам суға түсіп барып Лилиді құтқарып алдым. Ал әкем болса анамды құтқаруға тырысты. Біз жүзе бердік. Бірақ анама не болғанын мен білмеймін. Мен Лилиді қатты қысып, судың ағысымен жүзіп жүре бердім. Мен бір ағашты ұстап қалғаным жақсы болды. Және де мен Лили тұрған кезде біз басқа жерде болдық. Тіпті ата-анамыз да жанымызда болмаған еді. Қатты қорықтық. Біздің өзіміздің сөмкеміз, істемейтін ұялы телефондарымыз және жарты шуымыз болды. Мен тез үйге жетіп алам деп ойлағам. Біз күні-түні жүрдік. Жүре бердік. Біз тіпті түн батқанын білмей қалдық. Сіңілім қорқып кетті. Ол бұрын жалғыз өзі ата-анамызсыз бүйтіп жүрмеген. Және де біз қорқып жүрдік. Және де біз білесіңдер ме? Бір үңгір тауып алдық. Сол жерде отырып, от жағып, әкем үйреткенде отырдық. Біздің қатты қарнымыз ашты, бірақ бізде тамақ болмады. Ал Лили болса сөмкесінен бір пачка печеньені шығарды. Ол анамыздан тығып алғанын айтты. Түн батқан кезде Лили ұйықтап қалған еді. Ал мен болсам ұйықтай алмадым. Қорқып отырдым. Лили тұрып кетіп, анамыз қайда екен? Әкеміз ше деп сұрады. Мен болсам оған ештеңе айта алмадым. Бәрі жақсы деп сендірдім. Бірақ өзім оған сенбедім. Бір күні сосын ол түнде мені оятты. Лилидің түрі қорқынышты болып көрінді. Мен де оның түріне қарап қорқып кеттім. Бұтақтардың арасында кене жүрді. Ол қасқыр ма, маньяк па, немесе ата-анамыз ба? Біз қатты қорқып тұрдық. Және де фонарик жағуға тура келді. Фонарик жағып қазақ, ол кішкентай түлкі болатын. Түлкі бізге сүйкімді көзімен қарап тұрды. Біз екеуміз күлдік. Лили тіпті менен печенье беруді сұрады. Ол мен рұқсат бердім. Және де таң атқан кезде біз ары қарай жүріп кеттік. Мен бәрі жақсы болады деп оны сендірдім. Қайта сендірдім. Бірақ басында бәрі ужас болып жатты. Ол бір кезде жөтеле бастады. Температура шығып қалған шығар деді. Ол бәрі жақсы, уайымдама деді.
Ол сап-сау әрі сүйкімді қыз, мейірімді. Ол бір кезде көбелекті көріп соның артынан қуа бастады. Бірақ талдың жанына келгенде, бұтақтардың жанына келгенде ол шошып қалды. Сосын мен барғанда Гризли аю тура біздің 3 метрдей алыс жерде тұрды. Біз қатты қорықтық. Әкеміз бізге ешқашан аюдан қашпау керек, жүгірмеу керек. Олар сен аттарынан жүгіреді деп айтқан. Біз жайлап, 2 адымдап жайлап жүрдік. Кейін 5 адымдап сәл ұзаған соң одан Лилиге сыбырлап қаштық деп айттым. Біз екеуміз жүгіріп кеттік. Уф деп екеуміз қуандық. Және де Лили жанармай бекетін тауып алды. Біз сол жерге қарай бардық. Және де біз сол жерді таптық. Сол жерде магазин мен жанармай құятын жері болды. Біз қатты қуанып кеттік. Көздеріміз жанып кетті. Және де магазинге кіріп тамақ беруін сұрағанда ол ағайдың түрі біртүрлі болып еді. Бізге тамақ бересіз бе? Біз 2 күн бойы жүрмей едік деді. Ол бізге біртүрлі көзбен қарап қалды. Сендер куәліктеріңді беріңдерші деді. Меніңше ол бізді болмыс санаған сияқты. Лили сол жерде жылап жіберді. Ең болмаса біздің ата-анамызға звондауға телефон беріңізші деп айттық. Ол біз ашуланып, қазір полиция шақырамын деді. Және де ол бізге керек болды. Полиция сендердің ата-аналарың аман, олар сендерді іздеп жүр деп айтты. Біз қатты қуандық. Оны ата-анамызды больницада тауып алдық, және біз қайтадан кездестік. Анам қолын сындырған, ал сіңілім болса кішкене басы ауырып ауруханада жатып қалды. Әкем мені өз бетінше саяхат жасағаныма мақтады. Және де бұл жетістікте мен бір нәрсені ойладым. Лили сондай жаман демон емес. Және де біз өзімізді осыдан кейін супер саяхатшылар сезініп кеттік. Достар, сендердің бастарынан осындай оқиғалар өткен бе? Комментария жазып кетіңдер. Лайк басып, достарымен бөлісіп, каналға жазылып кетіңдер.